Ассалаумағалейкум достар, қалайсыңдар? Сендермен бірге Тордеч, және мен қасымда бүгін достар ешкім жоқ. Бүгін достар біз Майнкрафттағы рейд жасап жатқан болатын. Осы рейдтің екінші орын достар. Менің что-то сәл-пәл активім өтірініп келе жатқан секілді. Мен білесіздер, активім түсіп кеткен болатын. 6 просмотр дегенде алдыңғы видеоға 40 бірнеше просмотр болды. Оның қанда 100 асып кеткен. Енді давай бұл видеоға да 200 хотя бы 100 просмотр істесек, анша видеоға достар бізге зат жазып жатыр. Бізге достар қатты ашылуға болмайды. Бізге қазір жақтан өлтіріп тұру қажет. Бірақ мен оғымда бітеді. Себебі мен алдыңғы видеоны көргендер болса білет, мен садақты да өз қолыммен жасағам. Мына луктарды да сырттан теріп алам, ана атқаннан мыналар сынық пынық дегендер ғой. Төбеге шығайық достар. Ебатқа кетіп жатамысың ғой. Ананы достар бізге сындыру керек көпті. Тағы біреу бар болған, бірақ біз оны сындырып тастадық. Анам алып тимит достар, короче. Мына мен ойбай. Ойбай, сен атып қалды. Мақыл. Мына мен не жатқан ыңғайлар жаққа кетті. Ой, артық бір оқып кетіп қалды. Мәсір бізге оқтарын емдеу керек. Кеттік ал рейдтен. Бізден кеқіп тоқтады. Бірінші достар таң атқан керек. Біз таң атқанда ұйықтап қалатын болсақ, мына стекларға да сенуге болмайды. Бізге ұйықтасақ та негізі таңда ұйықтапқа болады. Таңға ұйықтағанның өзіне бір сағат дегендей ше. Ұйқымдыр болмай жа, түнде ұйықтайтын болсақ зомбиларды білесіздер. Криперлер бар, криперлер жарсаны сынбайды дейсіздер. Сынбайды, конечно, бірақ мына стекло сынаттан бір 2-3 крипер келетін болса, мына стекло бронированный болса сынып қалады. Сол үшін бізге түнде ұйықтауға болмайды. Таңда крипер болады, бірақ олар қатты көп болмайды. Сол үшін бір 1-2 сағатқа ұйықтап алсақ болады. Ал рейд жасағанда бізге мына үйдің ішінде дым сыймайды. Мына терезелерді сындырып жіберуі мүмкін. Негізі терезе қоймай қою керек. Бірақ мыналар 100% мынаны әште сындырмайды достар. Ешкім. Сол үшін енді мына стеклоны абайлап тұрық. Стекло жақтарда көріп жүру керек. Мына люк жақтарда да қарап жүру керек. Үстінен біреу тағы барып қалып, или балконнан келіп қалып дегендей. Мына жақта да қарау керек. Бір оқпа кімді айтсаң сол керек дейсің ғой, короче. Достар, короче, біз енді алдыңғы видеода керемет атып көтеріп тақшы. Так, мына екпен барайық. Короче, тұлақшылар қашып кеткесің ғой. Ноутбукты алып қойықшы. Ноутбугын сындырып тастап бұда. Бұда керекті ақпараттан көбі бар. Жоқ қойық біз. Өтірі таң атты келетір. Бақылды. Өтірі таң атты келетір. Шықпаған сияқ қоясың. Опа. Кетті. Чабында пишу. Түргі спешите. Түргіна сындыралам бәкен. Сындыралам бар өте ұзаққа. Бұрынғы видеоларында бірдеңкеге барам. Шауада железіне, алмазын емес. Осындай үшеуін қойып қойды. 9-ын қойып қойды. Потом грамай бірдеңкеп кіреген бар. О таң атты достарқа. Бір сәтті ұйықтап оламайды. Зомбилар өліп атыр. Раш жету керек бізге. Бірақ бізге достар тура есіктен барсақ опасно. Райттағылар неғып сауы мүмкін кетіп бар. Есік жағынан ашық қойық достар. Ашық қойық. Тұндырып тұрмай. Аштық десем. Кеттік райдға. Өбай үргенмей қалдық. Егер кәдімгісінде қоя берсек болатын. Бізге блокпен алдындағыдай не қылу керек. Бірақ мен тезірек бітірім кеп тұрды ше. Опа.
Па достар. Өл. Ben sonra tatlıyla da peki sevmedim. Bu nasıl neymiş? Yok bu yüzünde. Sonra bakalım. Hey. İşte durmuş. Yok bazı da. Ne sınırabilik? Hoppa. Uf dostlar. Что-то конес. Иисуса сындырдық, енді бізге ауылдағыларды да қыру керек. Сыртқы жұмналарын бәрін сындырып салып, чотам дейміз, енді ауылдағыларды қыру керек. Ананың не екенін білмейтіндер, короче, анадан бізде нелер шығып тұрады. Атына дейді, разбойниктер типа шығып тұрады емес. Кеттік. Ал енді достар, бізге ауылды қыру ғана қалды, тазартайық. Кетпеген сіздер. Кел ал. Разбойниктер енді тимейтін елайық достар. Достар негізі алдында қалай пайда болды дейтіндер болса, бір-екі разбойник келген. Короче, разбойниктер шабуыл жасағанда бір екі разбойник бар, жоқ бір 4-5 разбойник келген. 4-5-і ғана ғой. Үй салмай, шекет салмай, ішін өлтіп тастағанбыз. Потом олар біреу қашып кеткен да. Біреу қашып кеткен. Ал потом 4-еуін өлтіріп тастықтан қамап қойғанбыз. Короче, көтінесе қамап қойғанбыз. Жоқ, мырдың үйіне қамап қойған болатынбыз. Потом мырдың үйіне қамағанда 4-еу ана біреу қашып кеткен. Потом қашып кеткеннен біліп, арнада қашып кете ма деп 4-еуін өлтіріп тастаған болатынбыз. Ал сол, оказывается, мырдың үйінің төбе жағында шифрында жүріпті да. Потом біз бәрін ұйықтап отқанда барып, анаға адамда ана нелерді, разбойниктарды тірілтіп тұратындар. Ол, короче, механика сондайлар екен да, ең ақыллары. Потом солар ең ақыллары мынаны жей берейік достар, басқа життама жоқ. Ең ақыллары болған екен, істеп бере салып. Оған оп-оңай қалымда разбойниктердің миы жетпейді ондай істеуге. Сондықтан қатты қорқуын қажет жоқ. Негізі ода манағындайдың 4-еуін істейтіндей болған, бірақ біз оны өлтіріп, заттарын лаваға тастап тастаған болатынбыз. А то оның 4-еуі болады, 4-еуін істеуге болатын. Балапан. Деп өлтіріп алған екен ғой, короче. Иди ко мне, пустой квадрат, иди ко мне. Так, естественно, проверяем достать что-то. Чат. Все, хорошлар. Достар, что-то где-то сар аз өлтіру керек. Тек ойланма істейміз. Ой, екі ұрман екендер. Көрген жанлардан тағы қайтадан қашып келген болатын. Аның ратоп вообще шанс бермеді ғой маған. Шу. Жат. Мен есе садаға аталам. Арталып қойым достар, кеттік. Асып алайық. Жем. Бір порталын өлтірмесек, аналарға таш десем мен аяп тастайды. Екеу ана қалған. Опа, бір кел. Бір порталын өлтіру керек біздерге. Неғып бір онда тұрмайды ма? Берік келеді. Мына ашып тесек.
Aç. Ha bana ürün gereken var. Bak o satılıp ketip жатқан doktor burada сар. Оғын емдеу керек. Инвентарь же толып кеткен ғой почти. Чешек болса да жеміске басқа амал жоқ. Өлтіру керек болады, қыру керек, жою керек. Батыр, мыналар что-то опа. Осында бір тазан өлтірмесек. Мыналар қазір біз айып тастайды. Судың ішіне түсіп алғанда рахат болған. Шомысы бар. Шеменов. Что-то сүңгіп барып тұру керек. Кеш ал. Ач ал. Тамам оғы бітпейді екен да рахатқа. Тұмбат келе жатыр достар. Ооо, хороший тұмбат. Так, достар, мынау біреу өқ болған болатын. Читпен ақ өлтіріп жатсың ғой. Читпен нормально ма екен? Достар, мынаны талдырып тастау керек секілді. Қояды ма? Қатайып қояды достар. Енді достар, походу ауылда біреу ғана қалды. Ё-моё достар, қуанып тұрамын алыңдаршы. Так, ананы гараж деп су арқылы барсам. Опа. Ең астынан бару керек походу. Жаты. Опа. Эй. Чачы. О, достар, ауыл тазаланды походу. Все, достар, енді кету керек. Достар, ауыл тазаланды. Мен сауыттарды қиын ауыр ғой, ё-моё. Адам жүзгізбей қойды ғой. Опа. Келдік. Бейбітшілікті қоясың, бірақ ауылды жөндеу керек. Мырда не болып кеткен. Достар, өзінен жөндеп, жаңа мыр тағайындау керек. Походу ауыл тазаланды. Шешақтарында бәрі қарақауне. Әлі бар екен, құру сенсен ғой. Бергеле. Ос. Кеш ал, не ал? Өздерімен өліп отқан күштірақ. Түсік. Кетен, аналар достар, өзі полициялар шақыру, өлтіртесақ болады. Полициялар даса, зомби апокалипстан қорққан екен ба ғой. Азаматтардан қорққан екен ба, келмей жатыр, полициялар шақырам. Полициялармен бірге осыларды құртып тастай салатын боламыз. Бұлар аз қалды. Асындырым ғой, бұлар аз қалған болатын. Полицияларды шақырып, мынаның бәрін қыратын боламыз. Қазір полицияның номері жүзекі, соған звондап, полицияны шақырып, ананың бәрін қыратын боламыз. Бізге олар енді достар азақ қалған екен, оны өзім қиналып келіп тұрған жоқ. Азақты қалды, полицияға звондаймын. Достар, полицияға звондаймын. Ол жерде 4-5 ғана қалды. Өзім қаратын желание жоқ, полициялар қайда қарап жүр деймін. Жоқ достар, қазір видеодан кейін өзім камераларды құрып тастайтын боламын. Полицейский шақырып түсем, срочниктер шақыратын боламын. Срочниктер шақырам, потом каналын бәрін мешімен барып қаратын боламын. Оның бәріне видео қылсам өте ұзақ болып кетеді. Сол үшін барымда ананың қалған өзімді қыра салам. Полиция шақырам. Ана ауылдың бәрін қырам, потом полиция шақырам. Тағы да размениктер пайда кету нәрсені өздері жасайды жұмыстарын. Мен пока что аналарды өлтіріп тастай салам. Еще стройниктер шақыратын боламын. Сенің бұғын тұрды. Анша қоштау болыңыздар.